Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 69-шы сабақ бесік жыры. Халық ауыз әдебиеті бөлімі. Бесік жыры. Әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем жылама, жілік шағып берейін, байғұтанның құйрығын жіпке тағып берейін. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым, маңдайдағы құндызым, аспандағы жұлдызым. Әлди балам, әлди-ай, айналайын балам-ай, айналсын сенен анаң-ай, әлдилеп сені сүйгенде, анаңның болар көңілі жай. Әлди балам, әлди-ай. Яғни бұл өлеңнің бірінші шумағын талдасақ. Анасы баласын жұбатады. Ақ бесік, әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем жылама, жілік шағып берейін дейді. Анасы баласын жұбатып, ақ бесікке жата ғой дейді. Жылама, жілік шағып берейін дейді. Жілік шағу ептілікті талап ететін ұлттық ойын түрі. Яғни, ер жігіттер малдың жілік сүйегін қолмен ұрып сындырады. Екінші шумақта байғұтанның құйрығын жіпке тағып берейін дейді. Бұл жерде байғұтан деген иттің аты, яғни сол иттің құйрығын жіпке тағып берейін дейді. Үшінші шумақта айналайын шырағым, көлге біткен құрағым дейді. Бұл жерде анасы баласын құраққа теңейді. Көлге біткен құрағым деген көлдің жағасына өскен көк шөпті айтады. Төртінші шумақта маңдайдағы құндызым, аспандағы жұлдызым дейді. Анасы баласын құндызға теңейді, аспандағы жұлдызға теңейді. Яғни көктегі жұлдыз сияқты жарқырасын дейді. Көрдіңдер ме балалар? Бесік жырының тәрбиелік мәні зор екен. Видео ұнаса, каналға тіркеліп кетеміз.